Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақ нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер. Мұнай парсы тілінен аударғанда жанатын деген мағынаны білдіреді. Жанғыш, майлы, өзіне тән иісі бар, сұйық зат. Жер астынан өндірілген мұнай сол қалпында қолданылмайды. Алдымен оны тазартып, өңдейді. Өнімді бірнеше бөліктерге айырып алады. Мұнайдан алынатын ең сапалы өнім жанармай. Мұнайдан жанар-жағармай, сұйытылған газ, реактивті отын, мазут, солярка, керосин алынады. Сондай-ақ мұнайдан кремдер мен түрлі жақпамайлардың негізі жасалады. Мұнай қоспасынан синтетикалық резеңке, көксағыз, синтетикалық мата мен пластмасса, кір жуғыш ұнтақ, бояу, косметика, тыңайтқыш, типографиялық бояу, автокөлік доңғалақтары сияқты күнделікті тұрмысқа аса қажет өнімдер жасалады. Осы кезеңде мұнай құрамынан жүзден аса керекті зат алынып отыр. Бірінші сұрақ: мұнай деген не? Екінші сұрақ: мұнайды қалай қолданады? Үшінші сұрақ: ең сапалы мұнай өнімі не? Төртінші сұрақ: мұнайдан қандай күнделікті тұрмыста қолданылатын заттар дайындалады? Бағалау парағы: мәтінді түсініп оқиды, 1 ұпай, мәтіннің мағынасын түсінеді, 1 ұпай, мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді, 2 ұпай, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 ұпай. Екінші тапсырма: берілген нұсқалардың ішінен жаһандық энергетикалық дағдарыстың туындау себептерін тауып, ойыңды таратып айт. Тірек сөздер: жаһандық, ысырап, дағдарыс, өндіру, тасымалдау, қажеттілігі, уланады, бітеді. Жаһандық энергетикалық дағдарыстың туындау себептері: бірінші, адамзат ғарышқа ұшты. Екінші, адамзат табиғи отынды 30 есе көп пайдаланады. Үшінші, жер бетіндегі мұздықтар еріп жатыр. Төртінші, экологиялық талап бұзылып, қоршаған орта уланды. Берілген нұсқалардың ішінен тірек сөздерді пайдалана отырып, энергетикалық дағдарыстың туындау себептерін тауып, ойларымызды тарқатып айтамыз. Үшінші тапсырма: жазылым айтылым тапсырмасы. Дәстүрлі энергия көздерін, балама энергия түрлерін анықта. Ой картасын сыз. Бағалау парағы: берілген нұсқалардың ішінен жаһандық энергетикалық дағдарыстың тудыру себептерін тауып, ойын таратып айтады, 2 ұпай. Дәстүрлі энергия көздерін анықтайды, 1 ұпай. Дәстүрлі энергия көздерін анықтайды, 1 ұпай. Ой картасын сызады, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.